Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті менің тыңдаушыларым. Бүгін мен сіздермен өзімнің арнамда біраз мәселелерді талқылауға тырысамын. Талқыламас бұрын ең алдымен менің арнама тіркеліп, лайк басу және қоңырау басу ұмытпаңыздар. Сіздерге лайк басу қиын емес, осы нәтижесінде YouTube менің арнамды дамытады, аудиториямды кеңейтеді. Құрметті қазақ елі, қазіргі уақытта біздің ақпарат өрісте көп мәселелер көтеріліп жатыр. Көп сұрақтар маған келіп жатыр. Бірінші, қазіргі уақытта интернетте жүретін хабар бұл Қазақстан халықтарының ассамблеяның ақпараты. Ресей Федерациясы мен одақтас мемлекет құру туралы Қазақстанда референдум өткізу. Соған қарасақ, біз осы ақпараттың аяғы қайдан шыққан көруге болады. Менің ойымша, бұл біздің мемлекетімізге кедергі жасайтын арнайы органдар жасап жатыр. Олар қарап жатыр, қандай біздің мемлекетімізде халықтың реакциясы болады осы ақпаратқа. Қалай біз жұтамыз ба, жұтпаймыз ба, қарсы шығамыз ба, қалай интернет өрісте осы ақпаратты біздің халқымыз қарсы алады ба, қарсы алмайды ба, қандай хабар болады. Соған қарап, олар ары қарай өздерінің жұмысын атқарады. Сонымен, менің ойымша, осы ақпарат фейк. Біріншіден, екіншіден, біз осы әлемдік геосаясатына қарасақ, көп өзгерістер болып жатыр, келе жатыр. Соған қарап, бізге Қазақстанға тек қана бірігіп, өзіміздің мемлекетімізді сақтап, өзіміздің жерімізді сақтап, барлық жұмыстарды осы жағынан атқаруға тырысуға керек. Негізі біздің Қазақстанымызда қазіргі уақытта біздің халықты екі жаққа бөліп жатқан шетел мемлекеттердің арнайы органдар жұмысты атқарып жатыр. Біздің жас жігіттерді бұрын шығарған бейнемде айттым, өзі жағына тартып жатыр, барлық оларға жағдай жасап жатыр. Сонымен осы біздің мемлекетіміздің дұшпандар, біздің халқымыздың адамдары біраз кедергі жасап жатыр. Осы салаға қарасақ, бір неше уровеньде олар отыр, өздерінің жұмысын атқарып жатыр. Көп сұрақтар да осы жағдайда айтуға болады. Біздің қауіпсіздік жағынан қандай жұмыстар атқарып жатыр, біздің арнайы органдар қандай жұмыстары қазіргі уақытта қарауға керек. Неге бұл 5-6 жыл бұрынғы істемеген жұмыстары қазіргі уақытта осы жұмыстарды тағы айтылып жатыр. Осы жұмыстарды бізге істеуге керек. Мен осы мәселеге қарап, өзімнің ой пікірімді айтайын. Бірінші, бұл біздің барлық мемлекет органдарда біздің мемлекетімізге кедергі жасайтын адамдар отыр. Олар ешқашан біздің Қазақстанымызға ешқандай дамытуға жолды бермей отыр. Осы адамдарды біздің мемлекет органдарынан шығару керек. Таза суға шығарып, барлық олардың жұмысын көрсетіп, ешқашан осы біздің мемлекет органдарға келешекте жұмысқа кіргізбей, осы жұмысты атқаруға керек. Көп адамдар бізде жақсы сөзбен бастап, арты жаман шығады. Соған менің ойымша, көп арнайы біздің мемлекетіміздің органдарға өздерінің көз қарасын бұруға керек. Менің ойым осындай. Қандай сіздің пікіріңіз болса, комментарийға жазып ұмытпаңыздар. Менің арнама жазылып, лайк басу және қоңырау басу ұмытпаңыздар. Содан кейін сізге менің арнамнан жаңа шыққан видео келеді. Құрметті қазақ елі, біздің мемлекетімізді сақтайық, біздің жерімізді сақтайық. Осы жағдайда тек қана бірігіп, біз осы жұмысты атқаруға болады. Сау саламатта болыңыздар.